бір күні деген бір алдар көсе болыпты оны. Алдар көсе, короче, бәрін алдап, ана істейтіннің бәрін істеп алатын көрінетіні. Сосын бір далада жылқысына мініп келетсе, киіз үйтер дейді далада. Жақындап барса, бір әйел адам жүр дейді ошақтың басында. Ассалаумағалейкум деп амандасып жақындасын. Ана әйел жалт бұрылып, алдар көсені танып қойып, кет құры, сен әсі жолама деп. Апа, су беріңші, қара су ішемде кетем, қақсы өліп келедірмін деп. Сосын айтады дейді, жоқ құры, саған су, сен бірінші су сұрайсың, сосын нан сұрайсың, тағы бірдеңе сұрайсың, шаруаңды бітірмей кетпейсің сен. Жолама аулақ жүр дейді ол. Жоқ, қара суыңызды ішемде кетем деп. Алдар көсе алдап сулап, каким-то образом кіреді, Сосын суын ішеді, нанын жейді, әнін айтады, нетін ағып тастайды деген сияқты. Сосын шысқа шығып, тамақ тоқ, алдар көсе керіп тұрып, киіз үйдің алдында. Ағам қайда деп өтеді дейді. Ана қырқаның ар жағында бір үйір қойы бар алдында, мал бағып жүр дейді, қой бағып жүр дейді. Оны ол кісіні қалай танимын десе, айтады дейді, бір көз жоқ, шал, солай деп. Шығуаттап басады, қырқаның ар жағына барып қарайды, бір шал жүреді дейді. Сосын соқыр шалға өзінше подход жасап, каким-то образом алдау керек қонымдан. Бараттан жақындаған кезде өзінің бір жақ көзін қысып, алдар көсе жақындап барып, амандасып, қал жағдай сұрасып, алаға бастайды дейді, өтірігін бастап. Алаға, мен деген бір алыс жолдан келе жатыр едім, есімім осындай деп құлақтан түйіп жібереді дейді. Ал енді бір емшіге барып едім, көзімді аша алмай жүрмін, өзімнің өзі бір түнде жабылып та қалды көзім. Енді сол көзімді ашуға бір емшіге барып едім, емші айтты маған, бір жер осындай жерде бір соқыр бар, сол соқырға барып, істейтіндерін істесіңдер, менің айтқанымда, көздерің ашылады екеуіңнің де деп айтты дейді. Кет құрғыр деп ана шал нанбайды, Асан қайғын соқпа, не айтып өтсін деп, боқтап атсын. Сосын алдар айтады дейді, аға, сіздің көзіңіз ашылмаса ашылмай қойсын, менің көзімді ашып беріңізші деп айтады дейді. Айда алдына тоңқайып, соқыр тіксе көз ашылады деп айтты маған, менің көзімді ашып беріңізші деп айтады дейді алдарына, тоңқая салған. Сосын ана шал қасқан, бірден басқа ештеңе көрмеген, тоңқайып тұрған алдарға палекетін алып жайлап жақындатып атқанда, алдар тек ұшын тиген кезде ат тұрып айтады дейді, аға, ашылды, рахмет сізге, ашылды деп, көзін уқалап қызартып қойып, аға ашылды, көптен көп рахмет деп, бар алғысын білдіріп шалған, рахметін айтып кетіп баратса, шал айтады дейді, қанша дейді, ініме, кешеш, менің де көзімді ашып қарайық та деп айтады дейді. Сосын келіп барып алдар анасы патарлатып істейтін, істеп айтады ғой. Ұшы көреді жайлап, нетін ағып, до конца кіргізіп, айда барыс қорсына салып істеп атсады. Аға, ашылды ма деп айтады дейді. Жоқ деп айтады. Айда бады дейді, бір жарты сағат өткеннен кейін тағы, аға, ашылды ма десе, суыр анаң тісі кейін екінші көзін бұлдырап баратыр деп айтады дейді.